Адам баласы бізде барлық ресурстарын бізде ақшамен есептейді. Егер де ақшамен есептейтін болсақ, біз көптеген суымызды, электр қуатын біз құртамыз. Адам баласы 4 айдың ішінде 50 тонна суды қолданады. Бірақ хотя егер де есептейтін болсақ, біз 15 минуттың ішінде 16 литр су қолданамыз. Азанда бет жуған кезде. Біз негізгі сол 16 литр судың тек қана 1,5-2 литр ғана қолданамыз. Ол бізде бір адамның 8 күндік нормасы болып есептелінеді. Бізде бұл жерде адам баласының электр қуаты мен суын үнемдеу үшін. Егер сіздер қарайтын болсаңыздар, мына үйдің ішінде датчик движения бар. Егер де адам ұйықтап қалса, немесе адам жоқ болатын болса, тек қана 2 розетка ғана өшірілмейді. Ол бізде холодильник пен морозильник, басқа розетканың барлығын өшіреді. Ол бізде қалай жүзеге асырылады? Датчик движения бізде адам бар жоғын есептейді. Егер де датчик движения адам бар екен, адам жоқ екен білетін болса, напряжение түсіп кетеді. Бізде бұл жақта амперметр бар. Как вы видите, амперметр бар. Егер де напряжение түсіп кететін болса, ол считать етеді, LCD дисплейға түскенін айтады, оған қоса контроллер түсінеді, комнатада адам жоқ екен. Сол арқылы бізде свет өшіріледі. Одан кейін тек қана 2 розетка, морозильник пен холодильник қана өшпейді. Айта кететін жайт, ол система обратного осмоса. Бізде насос, мембраның насосы не себепті? Бізде адам баласы бағана су айтып кеткендей, суды өте көп қолданады. Біз 50 тонна резервуарды үйдің астына қарай қоятын болсақ, үй толмай тұрып. Одан кейін егер де 50 тонна су толды, резервуар толды, датчик уровня воды есептейді бізде. Толған кезде автоматически қалалық суды өшіреді де бізде резервуардан береді. Ол бізде оны уайымдамай қоюға болады, ол су питьевой или нет деген сияқты. Өйткені ол бізде система обратного осмосаның фильтріне өтеді. Өйткені бізде система обратного осмосаның фильтрі вирус гепатиттің өзін өткізбейді. Тек қана бізде бір ғана потеря болады, ол бізде қолданатын суымыздың 7% ғана. Ол бізде канализация, туалет ғана. Қалғанның барлығы, получается, біз қолданамыз. 4 айда қорытатын 50 тонна суымызды біз 3 айда қорытатын 50 тонна суымызды біз 4 жыл қолдана аламыз. Біз Маржан Тасов атындағы Үштөбеде оқытатын мамандандырылған мектеп-интернат оқушыларымыз. Бұл біздің Smart House атты инновационный проектіміз болады. Өздеріңіз көріп отырғаныңыздай біз дизайнға қатты мән берген жоқпыз, бірақ бұл жерде әрбір детальден адам қайталап жасай алатындай қылып көрсеттік, барлығын ашық ретінде. Яғни біз көріп тұрғандай мына жерде 3 лампочка бар және 2 розетка бар. И бір датчик температуры бар. 3 лампочка бізде біздің приложениямыз арқылы және де Google Ассистент голосовой помощник арқылы жұмыс істейді. Ал екінші бұл датчик температуры. Қазір көріп отырғаныңыздай бұл комнатаның температурасы және влажностіне қарайды. Қазір мені көріп отырсыздар, температура 26 градус деп тұр, және де влажность 28. Яғни бұл әр уақыт сайын өзі ауысып отырады, влажностіне қарай, температурасына қарай. Кейін 2 розетка бізде жұмыс істейді. Біреуі 25 градустан төмен болғанда, ол мынаусы. Ал екіншісі болса, ол 30 градустан жоғары болғанда жұмыс істейді. Осы біздің жобамыз. Осы? Arduino ма мынау? Arduino платасында жасалған. Және өзіміздің инженерлік қасиеттеріміздің көмегімен. Бұл Smart House деп аталады. Яғни умный дом. Біз бұл жерде көріп отырғанымыздай